Қайырлы күн, Алтай Ньюс сайтының тұрақты көрермендері. Сіздермен бірге Балауса Мэлс қызы Мамыражай мамырдың ең өзекті, ең кейінгі жаңалықтарын хабарлауға дайын. Шығыс Қазақстан облыстық төтенше жағдай департаменті күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр. Департамент берген мәліметке сенсек, өңірде күніне шамамен 10-15 рет өрт оқиғасы тіркеледі. Өрт қаупі жоғары маусым басталғалы құтқарушылар күшейтілген режимде жұмыс істеп келеді. Сондықтан өрттің алдын алып сақ болайық. Таза Қазақстан экологиялық акциясы Мөлдір бұлақ апталығы аясында Ұлан ауданының Шалқар көлінде және Тайынты ауылы Дұбағалы көлінің жағасында тазалық жұмыстары жүргізілді. Аудан әкімдігінің ақпаратына сүйенсек, осы күнге дейін жалпы аудан бойынша 5 су қоймасы тазаланып, 15 мың тонна қоқыс шығарылды. Науқанға қатысқан 500 адам аймаққа 200 түп сәндік ағаш көшеттерін отырғызып, аумақты толықтай қоқыстан тазартты. Акцияға студент жастар, мектеп оқушылары, жастар ұйымының мүшелері, эко-белсенділер, еріктілер және де мемлекеттік қызметкерлер атсалысты. Қазақстан Республикасының Мәдениет және Ақпарат Министрлігі батырларға тағзым .kz порталын іске қосты. Жобаның негізгі мақсаты әр батырдың тарихта лайықты танылуын қамтамасыз ету. Бүгінгі таңда порталда 100 мыңнан астам қазақстандық ардагерлер туралы ақпарат жинақталған. Ұлы Отан соғысының 80 жылдығына орай портал барлық ардагерлер туралы деректерді біріктіреді деген үміт бар. Біз әрбір қазақстандықтарды Ұлы Отан соғысы ардагерлері туралы қосымша ақпарат беру арқылы бұл жобаға өз үлесін қосуға шақырамыз деп мәлімдеді министрлік. 9 мамыр жеңіс күні қарсаңында өскемендіктер мен қала қонақтарының сүйікті демалыс орнына айналған сол жағалау кешенінде Шығыс Қазақстан облысының әкімі Ермек Көшербаев Ұлы Отан соғысының ардагерлерімен кездесті. Ардагерлерге Шығыс Қазақстан облысының құрметті ардагері белгісі мен бағалы сыйлықтар табыс етілді. Dünya tыныш болсын, бейбітшілік болсын, аспанымыз ашық болсын. Поздравление пару слов. Ey Allah, көктен жаудыр, жерден өндір. Жеріміз жап-жасыл болып жайнап, жаздай гүлденіп тұрсын. Жастар өс, ұлдар ер жетіп, үйленіп, қыздар бой жетіп, тұрмысқа шығып, бөпелер туып, әлдей ақ бөпе деп жатыңдар. Қозғалған таудан сақтасын, егескен жаудан сақтасын, таусылмайтын даудан сақтасын. Жоқ нәрсеге тарылма. Жақсы тілек қабыл боп, қол батамды қабылда. Біздің парызымыз негізінде жөн жұмыс істеуге, елімізді дамытуға, халықтың жағдайын жақсарту. Әрине қиындықтар көп. Сол қиындық болғанымен ойлану керек. Сол кісілер, біздің аталарымыз қай қиындықтарын нешеден өткенін деймді. Бүгінгі қиындықтар ол түк емес. Күшті содан алу керек. Кәдімгі үлгілді сол кісілерден алу керек. Бірге жұмыс істеу керекпіз. Жеңіс күні құтты болсын. Ардагерлер аман болсын. Батырларға мың алғыс. Биыл ұлы жеңіске 79 жыл толды. Бірнеше жылға созылған сұрапыл соғыста қаншама жауынгер жан алысып, жан берісіп шайқасты. Майданға аттанып, ерліктің ерен үлгісін көрсеткендердің қатарында әлбетте Шығыс Қазақстандықтар да болды. Жерлестеріміздің ерлігінің ескерткіші даңқ мемориалында бүгін салтанатты шара өтті. Облыс орталығындағы жұртшылық батырлардың рухына тағзым етіп, мәңгілік алаудың жанына гүл шоқтарын қойды.
День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках, это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Жеңіс күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Бұл отан қорғауда ерліктің, батылдық пен қайсарлықтың айтылу мерекесі. Жеңіс күні баршамыз бейбіт өмір сыйлаған аға буынды ілтипатымен еске аламыз. Қазірде арамызда 14 ұлы отан соғысы және тыл ардагерлері жеңіс күнін атап өтуде. Біздің қасиетті борышымыз батырлық пен еңбек ардагерлерінің істерін құрметпен еске алып, жас ұрпаққа жеткізе білуіміз қажет. Ардагерлерге қамқорлық жасау бүкіл қоғамның басты міндеті. Біздің әкеміз соғысқа кетті де қайтып оралмады. Әкем кеткеннен кейін содан бері қарай колхозда, совхозда жұмыс істедім. Ең бастығы механизатор болып бастадым да, оның кейінде сол ферменің совхозда бригадир болып істедім, агроном болып істедім, су шаруашылығы бөлімінде гидротехник болып істедім көп жыл. Енді соғыс болмасын, бақытты болсын, келешек ұрпақтарым, ғұмыр жастары ұзақ болсын. Бүгін 9 мамыр 2024 жылы осы стеллаға келіп, бүкіл ата-бабамыздың 1941-1945 жылы бүкіл дүниежүзілік соғысқа қатысқан ата-бабаларымызды еске алып, соларға гүл шоғын қойып, осындай қайғылы соғыс ешқашанда болмасын деп, жас ұрпақты баламызбен, жұбайыммен келіп, гүл шоғын мәңгілік отқа арнаған ескерткіштің алдына қойдық. Енді бұндай қаралы соғыс ешқашан болмасын деп тілейміз. Аспанымыз ашық, бүкіл халқымыз бейбітте өмір сүруіне тілектеспін. Шығыс Қазақстан жауынгерлерін еске алу үшін үнсіздік жарияланады. Почтим память воинов, павших в боях за Родину, минутой молчания. Екінші жаһан соғысында ел қорғаны болған батырлардың даңқын әйгілейтін мәңгілік алау шынымен де бейбіт күнді жақындатқан майдангерлердің маздағы өшпек емес. Өйткені санасы сергек ұрпақ бар. Олар бүгін жылдағы әдеттен жаңылмай даңқ мемориалының қасынан табылып, бабаларды еске алу үшін 7000-нан астам шырақ жақты. Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то,
а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Осымен бүгінгі хабар тамам. Шуақты күндерде кездескенше. Бізге лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар.